Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Тоқты белгісіндегі жандарға ақпан айына айлық болжам. Бізде бірінші девятка чаш. Қандай да болмасын бір іске, жұмысқа көңіліңіз толады. Бұл жерде бір ақпан айында жасаған жұмысыңызға, жеткен жетістігіңізге көңіліңіз толады. Не болмаса, көптен бір аяқталмай жүрген бір мәселеңіз аяқталып, көңіліңіз толып, бір арқаңыздан жүк түскендей болып, арқаңызды кеңге салып отыруыңыз. Өзіңізге демалыс жариялау, не болмаса, бұл өзіңіздің екінші жартыңыз болуы мүмкін, егер семьясы бар тоқтылар үшін екінші жартыңыз қаржылай көмек беріп, семьясына жақын болып, сізге вниманиясын бөліп, жаңағы бір көңіліңіз толып, жаңағы бір қуанасыз. Және де келесі карта бізде десятка пентакль түсіп тұр. Отбасыңызбен, жақындарыңызбен көп ақпан айында уақыт өткізетініңізді айтады. Семьяға көбірек көңіл бөлу керектігін айтады. Және де ақпан айы сіздер үшін тоқтылар қаржылы ай дегім келеді. Себебі десятка пентакль, паш пентакль түсіп тұр. Бұл енді аз мөлшерде ақша емес, қомақты қаржы. Қарызыңыз қайтуы мүмкін, жалақы аласыз, жақындарыңыздың бірі қаржылай көмек береді. Ол әкеңіз, бауырларыңыз, екінші жартыңыз болуы мүмкін. Ал енді басы бос тоқтылар үшін екінші жартыңыз болса, отбасымен танысып, жақындармен танысып деген сияқты сондай бір өзгерістер болады. Үйге байланысты бір мәселелерді шешесіздер. Мысалға, үйге документ жинау, үй алу үшін да, не болмаса үйге ремонт деген сияқты әр түрлі мәселелерді қолға алатын боласыздар. Келесі бізде паш пентакль. Жалақыңыз өсуі мүмкін, жалақы мөлшері жаңағы әр ай сайын алып отырған жалақыңыздан көбірек болады. Яғни қаржы жағынан бір үлкен мәселелеріңіз шешіліп, қаржы жағынан өте жақсы ай болайын деп тұр сіздер үшін. Осымен болжамдарыңыз толықтай аяқталды.